комбинат тұрғызып, үлкен тәуекелге барып отырған сияқтысың да. Малды алып келуден бастап шариғат талаптарына сай союы бар. Оны бөлшектеу, өңдеу, сақтау, тұтынушыға жеткізу, дүкен ашу, қызметкерлерді оқыту, сервис, соған кеткен қаражатқан тойханасы алып, пәтер алып, оны жалға беріп, табыс тапқан әлдеқайда бір пайдалы емес пе? Яғни ет тақырыбы сені несімен баурап алды? Тергеу басталып, көркем әлем тіркелгенге дейін мен үйде жаттым ғой. Сол кезде мен әртүрлі бизнес жобалар жаздым. Есептеп жүрдім әр саланы, показательдерін шығарып, есептеп, жаңағы себестоимость, басқа да показательдері бар. Мен 2 жоба зерттедім. Біреуі жұмыртқа, құстан жұмыртқа шығаратын завод, екіншісі осы жоба болды. Малды бордақылау, одан ет өндіру. Бір сөзбен түсіндім, тамақ саласында жүру керек, сапасы жақсы болса, бағасы қолайлы болса, ол өтетін тауар екенін түсіндім. Бірақ жұмыртқа заводты ашуға қаржы еттен гөрі көп керек болды. Неге екенін түсіндіре алмаймын бұл жерде, бірақ етке де махаббатым көп болды негізі. Етпен айналысқым келіп, түсіндіре алмаймын оны не екенін. Өз ағайындарым етпен айналысатындар бар, олар көлікпен шығады. Қастарында жүріп те көрдім. Біз Индерге дейін барамыз, мал ауылға түсіп кетеміз. Сосын ауылдарды аралап, сол жақта мал қарап жүреміз. Малды табамыз, оған ақшасын төлеп кетеміз. Бір КамАЗ прицеппен толады-ау дегенде ауылға соғамыз. Олар барып бейнеуден тас алады. Сосын тас сатып алатын адам табамыз. Тас түсіреміз, жанармайын арзандату бағытында ғой. Мал тиеміз, мал тиеп алып келіп, мына жақтан Мойнаға түсіреміз, дүкендермен келісеміз. Күзде мен көп дұрыс емес нәрселер байқадым да. Неге өйтіп жүру керек ауылдарды аралап? Қыс, қар, боран болса өмірге қауіпті нәрсе да. Неге шаруашылық бір жер ашып, малды қабылдайтын жер. Бәрі сатам деген малын алып келіп тапсырсын. Оны алғанда қалай аламыз? Адамдар енді тірілей алып келеді, соятын жер Жаңаөзенде. Халалдығына өзіміз көз жету үшін. Ар жақта біреуге сойдырып, оның халалдығына күмән болмау үшін ешқандай өзіміз соямыз, осы жерден көріп отырамыз. Қанша ет шығады ертең, қанша ат қот шығады. Соны зерттедік. Сөйтіп зерттеу арқылы, есептеу арқылы осы қазіргі бағытқа келдік.